Бүгін осындай корейский салат жасайтын боламыз. Ол үшін мен 4 сәбіз 2 редька қолдандым. Оны майдалап осылайша етіп теркадан өткізіп аламыз. Мендегі терка ол как советский терка сияқты осындай ұзынша етіп өткізеді. Бәрісін күштілеп өйстіп өткізіп аламыз. Міне мынандай терка мендегі. Бәрін өткізіп болғаннан кейін чеснокты дайындаймыз. Чеснокты, тұзды өздеріңіздің қалауларынша қоссаңыздар болады. Мен мына 5 зубчик қолдандым. Енді тұзды, чеснокты, майды қосамыз. Майды ысытып аламыз кішкене. Сосын үстіне оны құямыз. Сол кезінде ол бышылдап шашырайтын болады, сондықтан абайлап құямыз. Бәрін дайындап болғаннан кейін араластырамыз. Қолмен араластырған ыңғайлырақ. Осындай дәмді салат шығады, жасап көріңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз.